TikTok әлеуметтік желіде кеңінен таралған. Онда бір жерде билеп тұрған жасөспірімдер сүйкімді мысықтардан басқа ақылсыз аналар мен әртүрлі отбасылық блогерлер де бар. Олар күні-түні контент жасап көп қаралым жинау үшін бәріне дайын. Міне, бүгінгі шығарылымда трендтен қалыс қалмай күні-түні контент жасап, өзінің ғана емес, балаларының да өмірін тренд қылып жүрген әке мен ана туралы ақылсыз видео жасап жүрген жұрттың талқылауында қалған отбасылық блогерлер туралы ерекше шығарылым болмақ. Жылжымалы көліктегі үйге көшіп, өз балаларын тар табыт секілді жерге ұйықтатып, мәжбүрлеп жүрген ата-аналар. It used to be a table, but it converts into a bed. I hate about my bed is it's like a little coffin down. Балаларына күнде қатып қалған зиянды тамақ жегізіп, улап, тренд жасап жүрген ана боймам немесе баласына ана ретінде емес, басқаша қарым-қатынасты үйретіп жүрген блогер. Тренд түсіремін деп баласының психикасын бұзатын тәжірибелі ойындар мен эксперименттер жасап жүрген отбасылар. Ендеше экран алдына жақындап жайғасып алыңыз. Қауіпті әрі ақылсыздықтан жасалынып жүрген трендтерді бірге талқылайық. Мүмкін сізге бұл бейнероликтер күлкілі болатын шығар. Маған тіпті аянышты, қорлық сияқты. Армысыздар достар, сіздермен Асия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, лүпіл басып, өз пікірлеріңізді астына жаза отырыңыз. Қызықты, ерекше бейнероликтерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Кейде барлығын тастап, саяхаттап, шытырман оқиғалармен еркін болғың келеді. Мұндай кезде әрине жылжымалы көліктегі үй ең жақсы ұсыныс. 4 қабырғаға, белгілі бір жерге ғана тәуелді болмайсың. Ішіне жайғасып алып, әлемді шарлап, кез келген жерге барып, ұйықтап, кез келген табиғатты тамашалап отырасың. Әрине, бірінші ойымызға дәл осындай романтикалық картина келеді. Жалпы алғанда Европа елдерінде фургонда өмір сүру қалыпты болып қалған. Олар қымбат пәтерлері мен жиһаздарын сатып, фургонда әлемді шарлап, қалаған жерінде еркін өмір сүре береді. Олар үшін бұл қалыпты. TikTok'ты қарап отырып, бір отбасы көзіме ілінді. Бір ана 9 метрлік фургонда өзінен басқа 11 адам тұратынын көрсетті. Бұл жерден жеке кеңістік пен жайлы төсек туралы ойда болмайтын шығар. Өкінішті әрине. Көңіл сыйған жерге барлығы сияды дейді ғой. Бірақ 10 баланы туады, одан қалмай жылжымалы көлікте барлығын сыйғызып, осы жерде өмір сүреді. Бұл мүлдем қазақтарға жат нәрсе секілді. Тіпті ойлап қарап отырып, жүрегіміз қысылатын шығар. Міне, осы жылжымалы үйде тұру, онда 2-3 баламен өмір сүру тренд болып кетті. Трендтен қалмайтын блогер ата-аналар балаларын кішкентай тар тақтайдай жерге қатарластырып ұйықтатып, бір-бірлерімен жарысып жүр. Тіпті олар балаларынан үйдегі жеке кеңістіктегі кең төсек ұнамайды, осындай жерде ұйықтаған қызығырақ деген видеоларды да түсіріп жүр. Әрине, балаларға басында бұл жер шытырман оқиғалармен қызық болатын шығар. Бірақ қашанға дейін шыдайды екен? Тар жерге қамалып, баланың өзі жынды болып кететін шығар. Жалпы алсақ, бұл көлікте өскен баланың тәрбиесі, тәртібі, білімі қалай болады? Олар мектепке бара алмайды. Тұрғылықты мекен жайы жоқ. Ол балалар тек үй шаруасымен ғана айналысады. Анасының ақфаты мен қаралымы үшін, контенті үшін өмір сүреді. Бұл бала үшін ауыр психологиялық жарақат емес пе? Ойлап қараңыздаршы, сіздер жылжымалы көлік үйде балаларыңызбен тұрар ма едіңіздер? Астына пікірге жаза кетіңіздер. Әлде менің айтып жатқаным асыра сілтеушілік пе? Ал бұл трендті түсірген аналарды әлемдегі ең нашар ана деген номинацияға әбден лайық деуге болады. Танысып қойыңыздар, үміткерлердің бірі Александр. Ол күн сайын өз балаларын зиянды тамақтармен улайды. Тіпті 1 жасқа толмаған кішкентай баласын да осылай тамақтандырады. Ол видеода алдымен пластикалық ыдысты лақтырады, оның үстіне қолына ілінген кез келген, тіпті қатып қалған тамақтарды да алып бере салады. Міне блогерлердің балаларының күнделікті таңғы, түскі, кешкі астары осындай. Өте жеркенішті. Кейде түскі асқа пончиктерді кесіп беріп жатады. Ал кешкі асқа күйіп, жанып кеткен котлеттерді бір тұздыққа араластырып бере салады. Ал балалары ойнап жатқан жерінде пластикалық ыдыспен қатып кеуіп қалған тамақтарды жеп отыра береді. Ал осындай бейнероликтердің астындағы пікірлері
мүлдем от десе де болады. Көріп отырған көрерменнің теріс пікірлері мен анаға деген жаман көзқарасы қызу талқылауда. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деуші еді ғой. Бұл жерде бұл сөздер керісінше. Блогер бұл пікірлерде мотивация алып, одан бетер балаларын қорлауда. Ал басқа адамдар бұл видеоның атақты болғанынан осы Александра секілді балаларына зиянды тамақтар беріп, мақтанғандай видеолар түсіруде. Ары қарай жалғаса берсе не болады? Мүмкін балалар мұндай тағамдардан жалығып жемей қояр ма екен? Немесе бұндай аналарды ана болу құқығынан айыру керек пе? Қалай ойлайсыздар? Пікір қалдырыңыздар, бірге талқылайық. Келесі талқылауда жүрген тренд мүлдем миға сыймайтын, тіпті жай ойлаудың өзі жеркенішті. Шамадан бір жыл бұрын ағылшындардың тиктоктарында пайда болды. Қазір әлемде хит десек те болады. Негізі бұл тренд басталғанда аналар өз ұлдарын хан санап, оны басқалармен бөліскісі келмейтіндігі туралы айтатын. Кейіннен тренд өзгеріп, ұлдарына тамақ үйретіп жүрген аналар пайда болып кетті. Олардың бейнероликтерінде балама тамақ жасап үйретейін, әйтпесе сенің қызың баламды аш қалдырады деген ұранмен болды. Бұл бейнероликтерден сенімсіз тек өз ұлы үшін қорқатын аналар көрінеді. Кейіннен бұл тренд мүлдем қорқынышты болып кетті. Аналары балаларына сүйісуді үйрете бастады. Қыздарына емес, өз ұлдарына жақындаса бастады. Миға қонымсыз. Міне, мына видеоларға қарап-ақ менің не туралы айтып жатқанымды сөзсіз түсінесіз. Bye, I love you. See you, bro. Bye, mommy. Әрине, ана мен бала бір-бірін жақсы көреді. Бірақ мұншалықты ессіз емес шығар. Тіпті бұл туралы талқылағым да келмейді. Бір ғана бейнероликтен бәрі анық көрініп тұр емес пе? Айтылған бұл трендтер мына блогерлердің жасаған видеоларының қасында жай бір ғана ойын сияқты болып қалады. Пранк над ребенком деп аталынатын бейнероликтерді тіпті біздің қазақтардың блогерлері де түсіруде. Өз балаларына тұрпайы қылық жасап, қызық көруде. Ал блогерлер контент атақ үшін не істемейді? Ең қорқыныштысы, іштері пысқан ата-аналар қызық көру үшін балаларына эксперимент жасап, мазақ етеді. Алдымен бұл трендтің ең жеңіл түрінен алайық. Балаларын мазақ етіп осындай қылықтар жасайды. Ал енді ең қорқынышысына келетін болсақ, бөлмеге баланы жалғыз телефонның камерасымен қалдырады да есікті жауып кетеді. Ал камерада виртуалды елес шығады. Қорыққан бала есікті аша алмай шошынып жылайды. Ал анасы осылай қорыққан баласының видеосы арқылы жақсы қаралымдар жинайды. Осыдан соң баланың денсаулығына не болады? Алдымен баланың психикасына әсер етеді емес пе? Бұл сұмдық, айтарға сөз жоқ тіпті. Бірақ кей видеода тіпті басқа. Мұндай елестерден қорқпайтын балалар да бар екен. Бұл бала анасының трендін құртқан сияқты. Міне, тағы бір күдікті тренд. Жаңа жылды жек көретін Гринч. Ата-аналар жаңа жылда қорқынышты Гринч бейнесіндегі аниматорларды жалдайды. Олар мерекелік кешке аяқ асты келіп, жабайы түрімен, іс-әрекеттермен балаларды шошытып қорқытады. Мерекелік сәнделген әдемілікті қиратып, астан-кестен қылады. Тіпті балалар шошынғаннан қозғала алмай бір орында қатып қалады. Ал ата-аналары осының бәрін видеоға түсіріп отырып, мәз болып, жақсы қаралымдар жинайды. Ең қызығы, мұндай бейнероликтер көңілді музыкалармен жасалынған. Бірақ бейнені көріп отырып, бұл жерде көңілді еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Бұл трендтер мерекелік әдемі кештен бөлек балалардың психикасында быт-шытын шығарған сияқты. Енді бір сәтке елестетіп көріңізші. Сіз кішкентай баласыз. Әдемі мерекелік кеште сыйлықтарды таратып алатын Гринч мультфильмін көріп отырсыз. Сол кезде аяқ астынан бөлмеге Гринчтің өзі келіп, мерекелік көңіл күйді қиратып, сыйлықтарыңызды тартып алып, қорқытып жатса, сіз қандай сезімде боласыз? Бұл тренд немесе пранкқа шектеу қою керек сияқты. Әзіл әрине жақсы, бірақ әр нәрсенің өзінің шегі болу керек. Міне достар,
күдік пен сұмдыққа толған қазіргі замандың трендтерінен құралған бұл шығарылым да өз соңына жетті. Сізге қызықты әрі қорқынышты болғаны анық. Міндетті түрде бұл сұмдықтар туралы өз ойларыңызды астына жаза кетіңіздер. Бұл шығарылым ұнаса лүпіл басып, келесі қызықты бейнероликтерді жіберіп алмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.